жасау жолын көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізге VN деген программа керек болады. VN-ді ашамыз. Астында плюс деген батырманы басамыз. Новый проектті басамыз. Енді біз алдын ала суретімізді дайындап алғанбыз, соны ашамыз. Фото дегенге барамын мен. Ең бірінші маған бір фон керек болады. Фонды алдым. Енді мына жерде ең үстінде формат таңдап аламыз. Мына жерде YouTube деген формат бар, соны таңдап алдым. Енді үстіндегі плюсті басамыз дағы. Плюсті басып, фото, видео деген барамыз да, фотоны таңдаймыз. Мына жердегі тарелкамызды таңдаймыз. Осылай үлкейтіп қоямыз. Енді бізге қопынайды қою керек. Тағы басамыз. Видео, фотоны дегенде. Фотоның ішінен қопынайды таңдаймыз. Мен алдын ала бағым PNG форматта таңдап алғанмын. Міне біз қопынайымыз түсті. Осыны размерін келтіріп, былай аламыз. Енді біздің қопынайымыз былай жылжып тұру үшін бізге мысалы шетіне қоямыз да, мына жерде метка деген бар, ең бірінші. Соны қойып аламыз. Және мына жылжытып отырамыз. Жылжытқанда өзі түседі. Астына көрсеңіз түсіп отыр. Енді былай істейміз. Жылжытсақ, өзі астына түсе береді. Былай істейміз кішкене. Былай астына жылжыта береміз. Сол кезде өзі түседі. Астына қарап отырсаңыздар, түсіп жатыр. Осылай қанша қоймады, түсіп отырамыз. Енді бізде қандай видео шықты қараймыз. Міне осындай қолданымыз айналып тұр. Енді осындай көп видео алуға болады. Мына жердегі астын татамыз да, мына жерде 10 секунд, 3 секунд 10 секунд деп белгілеп аламыз. Енді осы ойынымызға мына жерде музыка қою үшін музыканы жүреді тұр, соны басамыз да, звук дейміз. Енді мына жердегі музыканы қоюға болады. Мына жердегі птичканы басамыз, болды, осылай қоямыз. Достар, осындай ойынды тез жасауға болады. Үстінде экспорт дегенді басып сақтап аламыз. Достар, каналыма тіркеліп отырыңыздар, тағы да жаңа ойындар болады.